сол жаңа қалай алдында бастағанда айтып кеткен сол сияқты ақырын айтып өтсеңіз болды. Сайылхан ханым, жаңа өзіңіз айтып кеткендей, қаншама бір өзіңізге энергетикалық сырттай еміңіз туралы жаңа айтып кеттіңіз. Осы туралы сосын өзіңіз жайлы, өзіңіздің осы қабілет қасиетіңіздің тарихы туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Мен дүниеге келген жерім Қытай Халық Республикасы, кейін осы Алматы облысы Талдықорған маңайында балалық шағым өтті. Енді осы 70 жылға қалай түсті десеңіз, мен өзі ата-бабаларымда, анам жағынан да, әкем жағынан да сондай қасиетті киелі адамдар көп болған екен, бақсы тәуіптер көп болған екен. Сол кезде осы бүгінгі күннің қандай болатынын бәрін айтып беріп, сол айтқан үшін жазасын алып, зынданның түбінде жатып, жаңағындай өтмек аттанғандар да болған екен. Әкемнің өзі де емші, осы Қытай Халық Республикасында тұрады. Сол үкіметте қызмет еткен адам, қазір зейнеткер, осы де сол емшілікпен айналысады. Осы екеуміз жаңағы телефон арқылы хабарласып отырамыз, барып та қайтып отырамын. Сондай сөйтіп жаңағы енді сондай қасиетті мықты адамдардың ұрпағы болғасын, Алланың атадан келген емді болсын. Алланың ормағында жауған екен. Сіз халыққа танымал болғаныңызға қарағанда сіздің емдеу тәсіліңіздің қандай ерекшелігі бар? Енді басқа емшілермен салыстырып көргенде біз бір табан өзгешелігіміз бар екенін басып айтуға болады. Біздер информациямен жұмыс істейміз, информациямен адамдардың жаңағы келе жатқан адамдарды көріп отырамыз, қандай оймен, қандай ниетпен келе жатқанды көріп отырамыз, қалай ауырып қиналып келе жатқанды көріп отырамыз. Сондай сосын кейін біздің жаңағы емнің ерекшелігі диагнозды біз өзіміз қоямыз. Басынан аяқ адамды қарап отырып, шашынан бастап аяқ қолының тырнақтарына дейін жаңағы мүшелерін де көріп түгендеп шығамыз. Сосын кейін енді ауыратын сықайтын жерлерін түгендеп шыққаннан кейін енді қалай емдейсіз десеңіздер, жаңағы ерекшелігіміз біз мына краннан ағып тұрған суық суменен емдейміз. Ол суық суымыз осы құдіретті күштің көмегіменен тіпті бағасына құн жетпес, жаңағыдай былай айтқанда супер дәріге айналады екен. Оның үстіне бұл судың өзі, мысалы сізге арналып, сіздің жаңағыдай сырқатыңызды қарап шыққан болсақ, сіздің суыңыз басқа болады құрамы, басқа кісінікі болса ол басқа болады. Оны мына денсаулық министрлігінен бір емес сан рет зерттелді, әлі де зерттеліп, бұның жаңағы құпиясы қандай деп жаңағыдай қызығушылық танытып жатыр ғалымдар. Ғылыми тұрғыда да зерттеліп жатыр дейсіз? Иә, ғылыми тұрғыда зерттеліп, мінекей осы суменен халықты емдей беріңіз, сізге жасыл жолыңыз ашық деген министрлік жағынан зерттелген ғалымдардың тұжырымы қолымызда. Енді бұл емге қосылады, қолымыздың биотогы зарядымыз қосылады. Онан кейін біз енді өз ата-бабамыздан келе жатқан қойдың құйрық майы бар емес па? Сол қойдың құйрық майы өзі былайда, ол жаңағындай қасиеті күшті, енді ол құйрық майдың өзін біз мүлде құрамы басқа дәріге атырамыз. Сонымен құйрық май, мынау краннан аққан суымыз, сонымен жаңағы биотогпенен адамдарды емдейміз. Халық емшілерінің емі мен дәрігерлердің емдеу тәсілдерінің қандай айырмашылығы бар? Біздер енді жаңағы дәрігерлердің тілегі дұрыс емес, біздікі дұрыс деген әңгіме айтпаймыз. Біз дәрігерлермен жаңағындай тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Бізге келген енді қатты қиналып келген жаңағындай сырқат болатын болса, алдымен біз дәрігер мамандардың жаңағы толық дәрігер мамандардың қабылдауынан өтіп, бүкіл қажетті қағаздарын бәрін алып келуін талап етеміз. Содан кейін барып жаңағы емді бастаймыз. Емді бастағанда да емдеуге шамамыз келе ме, келмей ме, соны бірден айтамыз. Емдеуге шамамыз келетін болған болса, онда жаңағы кісіні біз емге аламыз. Емді қабылдап болғаннан кейін қайтадан дәрігер мамандардың жаңағы тексеруге жібереміз. Сонда дәрігер мамандардың алғашқы жаңағы нәтижемен, анализдердің нәтижесімен кейінгі нәтижеде жер мен көкте айырмашылық тұрады.
Кей жағдайда болады, біз дәрігерлермен бірігіп ақылдасып отырып жұмыс істейміз. Онда мысалы мына жаңағы балалардың дүниеге келетін әйелдер босанатын үйде жаңағы біздің күшімізді жақсы пайдаланады деп айтуымызға болады. Аяғы ауыр жаңағы әйелден ішінде жаңағындай баланың қиналып жатқан кезінде біздің көмегіміз өте керемет әсер етеді екен. Соны дүниеге келген бала мынау қоршаған ортаға бейімделуінің өзі оңай нәрсе емес. Сол оңай бейімделіп кетуіне де біздің күшіміздің әсері өте зор екен. Сонда енді айырмашылық дегенде бір айырмашылықты баса айтқым келеді. Ол кісілер емдеген болса, жаңағы ауырған органды ғана бөліп алады да емдейді. Ал енді сол органға қайдан салмақ түсіп тұр, ол неге ауырып тұр, оған жаңағы ауру қай жақтан келіп тұр, неге именно сол орган ауырып тұр деген сұраққа енді ол кісілер көбіне келе алмайды. Ал біздегі енді мынау Алла тағаланың берген құдіретті күші соншалық, ол адамның ауырған жері бүйірім деп бүйрегін ұстап бүйірін оң жақ бүйірін ұстап келген адамға сіздің оң жақ бүйіріңіз ауырмайды. Ол жаққа ауру мына жақтан келіп тұр деп біз басқаша бастаймыз. Сосын кейін ол кісілер сияқты жаңағы бір органды ғана бөліп алмаймыз. Бізде кешенді түрде дейді ғой, комплексіне кетеді ем. Бір адамды емдегенде ол адамның бүкіл ішкі жаңа жағдайлары түгеліретке келеді, сыртқы өңіне дейін, түр әлпетіне дейін, тырнағының өсуі, шашының өсуіне дейін түгел жаңағындай әсер етеміз. Ол былай тұрсын, жаңағы сол адамның үйінде қандай жаңағы қиянат тұр, қандай жамандық тұр, қай бөлмесінде қандай жаңағы жерде қандай нәрсе тұр. Ол адам өзінің үйінде өз үйім, өлім төсегім деп неге көсіліп рахаттанып өмір сүре алмайды деген жағдайдың бәрін қарап, сонымен бізде комплексін дейді. Орысша айтқанда қазақшасы кешенді түрде ем жүргіземіз. Сосын біздің елдің бір кереметі, ана дәрігерлердің берген дәрілерінің мысалы қандай дозада пайдалану керектігін айтады, одан артық дозада пайдалануға болмайды. Ал біздің беретін осы пайдаланатын дәрілеріміз неғұрлым көп пайдаланған сайын, оның әсері одан әрі күшейе түседі. Мұнда енді тілімізден орысшаға кетіп қала береді, противопоказания, не болмаса жаңағы қарама-қайшылық деген жоқ, қарсы әсер деген жоқ. Тек қана ретіменен өзі емделіп отырады. Сұхбатыңызға рахмет. Мен келісемін.